Адам бойындағы ең қымбат қабілет бір сөз жеткілікті кезде екінші сөзді пайдаланбау болып табылады. Өзіңіздің кім екеніңізді білгіңіз келсе, онда ештеңе сұрамаңыз, жай ғана әрекет қылыңыз. Әрекеттеріңіз сіздің кім екеніңізді көрсетіп, мінезіңізді айқындап береді. Пайдалы нәрсені үйренбеген әр күніміз жоғалтқан күнмен пара-пар. Адамның уақытынан гөрі жоғары және одан қымбат ешқандай мүлкі жоқ. Бір рет өтірік айтуға өзіңе рұқсат берген кісі, екінші рет өтірік айтуға да тайынбайды. Адамдарға шектен тыс көп жақсылық қылма, себебі олардың жақсылықты қабылдау шекарасы әртүрлі. Қауіпсіздік жолында өз еркіндігін біреудің қолына тапсыратын адам екеуінен де айырылады. Егер ашулансаң, ішіңнен 10-ға дейін сана. Ал егер ашуың асып-тасып бара жатса, онда 100-ге дейін сана. Адамдар көбінесе өз азаптарының себептерін басу үшін күресуден гөрі азап шегуді жалғастыруды жөн көреді. Тек қана екі кісі сен жайындағы шындықты біледі. Бірі анаң болса, екіншісі дұшпаның. Батыл адамдардан гөрі қорқақ адамдар көбінесе ұрыс-жанжал шығаруға бейім болады. Адамдардың барлығы дүниені өзгертуді қалайды, бірақ ешкім өзін өзгертуді ойлап та көрмейді. Менде қалаған нәрсемнің бәрі жоқ, бірақ мен өзімде бар нәрсенің бәрін жақсы көремін. Өз пікірі жоқ адам әдетте көп сөйлейді. Өз мәдениетін, тарихын, тілін ұмытқан мемлекет көп ұзамай бір жолата жойылады. Күте білген адамға барлық нәрсе өз уақытында келеді. Бақытсыздығымыздың бірден бір себебі өткенді және келешекті тым көп уайымдаймыз. Қазіргі сәтпен өмір сүруге уақытымыз жетпейді. Тәрбиелі адам өзіне талапшыл болады, ал ақымақ болса өзгеге талап қояды. Егер сіз бұдан былай біреулер үшін жаман адамға айналсаңыз, демек оған керегінен артық жақсылық жасап қойыпсыз. Қорқақ дос дұшпаннан да қауіпті. Ешкім сіз туралы ештеңе айта алмайды. Адамдар не сөйлесе де, мұны өздері жайлы айтады. Тек төмен адам ғана өзін өзгеден жоғары қояды. Ал нағыз адам өзінің бірінші де, соңғы да адам емес екендігін жақсы біледі. Сіз бұл өмірге біреудің қалауын орындау үшін келмегенсіз. Сіз өзгелерді алдап жатырмын деп ойлағаныңызда, шын мәнінде өзіңізді алдап жатқан боласыз. Кім күшті, кім ақылды, кім бай, кім сұлу екендігінің қандай парқы бар? Ең маңыздысы, сен бақыттысың ба? Мәселе сонда. Үмітсіздік тек қана күту бар жерде болады. Мені ештеңе үмітсіздікке түсіре алмайды. Себебі мен ешкімнен ештеңе күтпеймін. Мейірімге қалай жетуді ойлауды доғар. Оны айналаңа өзің бер. Берсең ғана ала аласың. Басқа жол жоқ. Бойыңыздағы күдіктену қасиетін жоғалтып алмаңыз. Ол сіздегі ең қымбат нәрсе. Себебі күндердің күнінде ол сізге ақиқатты білуге жәрдем береді. Перзенттеріңізді тәрбиелемей-ақ қойыңыз. Олар бәрібір сізге қарап өседі. Сол үшін алдымен өзіңізді тәрбиелеңіз. Адамдардың бәрі айға ұқсайды. Бәрінің ешкім білмейтін қараңғы тұстары бар. Өлім төсегінде жатқан адамдар екі-ақ нәрсеге өкінеді екен. Бірі адамдарға көбірек махаббат бере алмағанына және көбірек саяхаттамағанына. Сіздің армандарыңызды түкке тұрмайтын бірдеңе дейтін адамдардан аулақ болыңыз. Себебі өзі түкке тұрмайтын адамдар сізді де батпаққа тартады. Ал ұлы адамдар сіздің де ұлы адам болатыныңызға үлкен сеніммен қарайды. Егер аш итті тауып алып оны бақсаңыз, ол келешекте сізді қаппайды. Адам тәрбиелеу мен ит тәрбиелеудің басты айырмашылығы да осында. Өлімнен қорқу өмірден қорыққаннан келіп шығатын нәрсе. Өз өмірін толыққанды жасап өткен адам өлімнен қорықпайды. Адамзаттың ең үлкен құралы күлкі. Шынайылық жоғалған мәдениеттің ең төресі. Денсаулық жайлы білгіштердің айтқан ақылынан абай болыңыз. Кішкене ғана қателік өміріңізді қауіпке тігуі мүмкін. Бір істі бастағаныңызда жетістікке жетпейінше сізді тентектер қатарына қосатындар көп болады. Оған бола өз ісіңізден бас тартпаңыз. Себебі ол қалыпты жағдай. Адам үшін оның өмірінде маңызды екі күн бар. Бірі туған күніңіз, екіншісі не үшін туғаныңызды түсінген күніңіз. Өмірде жетістікке жетудің ең жақсы жолы біреуге берген ақылыңа өзің амал ету. Бүгінгі күнімізді бекер өткізіп жүргеніміз үшін болашағымызға алаңдаймыз. Еш нәрсем қалмады дегеніңде барлық нәрсең бар. Өмірімізде пайда болған адамдардың кейбірі
бізге бақыт сыйлау үшін келген болса, қалғандары сабақ беру үшін келген болады. Махаббатсыз іс құлдыққа тең.